миымдағы барьерларды жеңуім керек деп өзіме сөз бердім. Сөйтіп не істеймін, өзіме челлендж жасаймын, мен күніне 5 адаммен барып танысамын деп. Сөйтсем да универде просто отырған балаларға барамын да, ассалаумағалейкум, менің есімім Еркебұлан, осындай деп таныса беремін. И басында ұялу сезім болатын, одан ақырындап азая береді. Сөйтіп енді универ бітті, студенттермен танысу оңай ғой дедім да. И Есентай мол бізде Алматыда бар. Сол Есентай молдың жанында жүрген кәсіпкер жігіттер бар, мықты адамдар бар, блогерлар бар. И мен де солардың жанына барамын да, барып амандасамын, фотоға түсемін, сөйлесемін, ақыл кеңес сұраймын. Сөйтіп бәріне бара беремін. Бірақ та басында қорықтым мен баруға, ұялдым. Но ұялсам да мен қадамдар жасау арқылы, өзімнің қорқынышыма жүру арқылы мен барып таныстым. Сөйтіп мен өмірде адаммен танысудан мүлде андай қорқу сезімі кетіп қалды. Одан кейін бір уақытта мен бизнесті үйренемін деп маркетингті оқып жүрген кезде бізге задача беріледі үйге. Сторис салып бастаңдар, Инстаграм жүргізіп бастаңдар деп. Сөйтсем да мен Инстаграмға алғашқы сторисімді салып бір видео түсіремін. Бүйтіп сәлем достар, бүгіннен бастап Инстаграм жүргізетін боламын деп. Мен ішінде ана видеоны салуға қорқамын ғой. Қазір мен салсам, басқа адамдар не ойлап қалады, блогер болып кеттің ба, артист болып кеттің ба деген сөздерден қорықтым да. Инестен салмаймын деп кетіп баратырмын. Тұрамын да өзім ойланамын. Мен қазір салмасам осылай, қашан саламын мен? Ертеңге қалдыра беремін ғой дедім да. Алдыма тық етіп сол видеоны сторис салсам. Бүгін өте продуктивный күн болды. Онда келіп, енді қайтып жатырмыз. Ханымдар мен мырзалар, әлі жұмыс жасап жатыр. Солай мен өзімнің сторисқа сөйлеуім, видео салу интернетке. Содан мен ұялу сезімі ақырындап азая берді. Примерно мен өзім байқауым бойынша 100 стористан кейін сөйлеп салған мен ары қарай сенімді сала бастадым. Сол үшін егер де сізде проявляция етуге, өзіңіздің ойыңызды айтуға, өзіңіздің сезімдеріңізді айтуға, жалпы бүкіл үлкен аудиторияға тұрып сөйлеуге духыңыз бармаса, қарапайым кеңес ол кішкентай қадамдардан өзіңіздің қорқынышқа қарай қадам жасау арқылы бастаңыз. Себебі қорқынышқа қарай жүрмесеңіздер, оны жеңудің оңай жолы жоқ. Тура сол сияқты тағы бір оқиға болады. Ол Алматы қаласында мен мастер-класс жасаймын 100 адамға. Өмірімде 100 адамның алдында выступать етіп, 100 адамның алдында сөйлеп көрмегенмін. И не болады? 100 адам күтіп отыр мастер-класста. Бәрі фанат, бәрі мені біледі. Бірақ та мен ішімде андай айтады ғой, ішім қатты қобалжып тұр. Шығып сөйлей алмай қалсам не болады? Қазір